бірінші президент қорының қолдауымен ашылған. Бұл жерде барлық ұлттық кітапхана сақталған қор кітаптары бұл жерде. Мынау бізде Тәуелсіздік сарайы. Университетте 8 орталық жұмыс істейді. Яғни қазақ тілі, қырғыз тілі, армян тілі, тәжік тілі, өзбек тіліміз ағылшын, екінші қазақ тілі. Қазақ тілі бір жыл оқимыз. Менің диссертация аймақтық диспропорциялар Қазақстанда аймақтық диспропорциялар туралы болады. Неден бастап бірінші. Астана қаласының символы бұл бәйтерек. Біз үшін өте қызық болды. Және сабақтарда біз тек қазақ тілін сөйледік. Орыс емес. Біз Алматыда тек бір апта болдық, бірақ бұл тамаша апта болды. Господа, біз Қазақстанның заманауи ғылыми жобалар туралы білдік. Маған өте бешбармақ ұнады. Жене Наурыз скажи. Когда я подходил к шатру, очень много молодых ребят, с кем мы пересеклись, и несколько раз слышал про программу «Полошаг». Как раз, наверное, больше это к ним будет адресовано. На сегодняшний день Россия и Казахстан, они, наверное, во многих позициях лидируют на бывшем Советском Союзе. Аялаған Астананың бақпыз басында, Қазақстан, Қажабастан, бақыстар қасында, Нұрырдасқан Қазақстан, бақытымыз расында, бағасы бүпінігі дасыма. Сен деп шаттанам, жадыра жайнап, мен де астанам, бақытты бойлап, сол шайтадым, тауымыз байды, шырқап тұра көп күнде аскакан. Туған күнің құтты болсын Астана, болашақ 25 жыл!